Сегодня мы собрались в этом зале те, кого волнует будущее нашей страны. Те, кто не хочет быть в стороне от судьбоносных событий, происходящих в нашем государстве. Сегодня партия большинства приняла решение о выдвижении своего кандидата. Давайте все вместе поддержим решение съезда партии Нур-Отан! Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясы атынан президенттікке үміткер ретінде сайлауға қатысуын теміртаулықтар да қызу қолдайтындығын білдірді. Қаланың мәдениет сарайында ине шаншары орын қалмады. Сарай ішінде орын болмай, кейін қайтуға турға келгендер де болды. Бұл теміртаулықтардың өз жерлестері, өз елбасына деген ыстық ықыласын, сенімін көрсетеді. В связи с этим, зная об этом событии, Осыған орай қаланың мәдениет сарайына Нұр Отан партиясының мүшелері өз елбасына қолдау көрсетуге ниетті жандар жиналып отыр. Олар Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік үміткер ретінде 26 сәуірде өтетін сайлауға қатысуын қолдайтындықтарын білдірді. Біз өздеріміздің сайлау учаскелерімізде елбасымызға дауыс беретін боламыз. Міне бүгін осындай мақсатта флешмоб өткізіп отырмыз. Астана қаласында Нұр Отан партиясының 16 съезі өтіп жатқан кезде теміртаулықтар да өз қолдауларын білдірді. Қаламыздың еңбек соғыс ардагерлерінен бастап барлық металлургтер қауымы, Нұр Отандықтар, жастар түгел жиналып, елбасыны қолдайтындықтарын білдірді. Теміртауда 90-нан аса ұлт пен ұлыс өкілдері тұрып жатыр. Ынтымағы жарасқан металлургтер қаласының тұрғындары өз жерлестері елбасының сындарлы саясатының үнемі қолдау көрсетіп келеді. Бірлік бар жерде тірлік барын ешқашан естен шығармайды. Міне флешмоб барысында да көп ұлтты қаламыздың ынтымақты тынысы көрініс тапты.